Сәлем достар, бүгін бізде екінші сабақ шегіністер мен шекара және туралау. Жалпы шегіністер дегенге келетін болсақ, мына жерде суретте көріп отырсыздар. Суреттегі қарапайым форма деп алатын болсақ, яғни енгізу формасы, және де бұл форма тұр. Формадан кейін ішінде тұратын бұл текст, яғни біз жазатын текст. Және де осы форма мен ішіндегі тексттің арасындағы шегініс ол паддинг деп аталады. Яғни текст және де форманың шекарасы, екеуінің арасындағы аумақ ол паддинг деп аталады. Ал осы форма мен сырттағы басқа, мысалы мына жерде батырма тұратын болса, осы батырма мен форманың арасындағы аумақ ол маржин деп аталады. Яғни мына жерде маржин ол сыртқы аумақ, ал паддинг ол ішкі аумақ, яғни ішкі шегініс. Маржин ол сыртқы шегініс. Ал шекара бұл жерде ол бордер деп аталады. Яғни бордер бұл шекара. Енді туралауға келетін болсақ, туралау ол қандайды бір, мысалы қарапайым тексттің орналасуын көрсетсек болады. Орта жақта тұрады текст, немесе сол жақта, немесе оң жақта дегендей. Және де justify content деген ол жалғыз текст емес, элементтердің орналасуын көрсетеді. Alien items бұл да сол, дәл солай элементтердің орналасуын көрсететін болады. Екеуінің айырмашылығы тек justify content ол осы ұзындық бойынша орналасуын көрсетсе, alien items ол керісінше осы вертикалды түрде орналасуын көрсететін болады. Енді практика жүзінде қарастырайық. Практика жүзінде қарастыру үшін ең алдымен input type text болсын. Және де атауы name болып қала берсін. Дәл солай password деп жазамыз. Енді құпия сөз болсын. Енді placeholder деп берсек болады, яғни мына жерде мысалы есіміңіз деп жазып көрсетсек болады. Және де құпия сөз деп жазсақ болады. Обновить етеміз, мына есіміңіз және де құпия сөз деп шықты бізде. Енді осыны астына қарай түсірейік. BR тегінің көмегімен астына түсіреміз. Және де батырма қосайық. Баттын жіберу. Сақтаймыз. Енді көріп отырғандарыңыздай, мына жерде бір-бірімен түйісіп қалды. Бізге енді осылардың арасындағы шекараны бекіту қажет, яғни арасында шекара қосу қажет. Оны біз қалай жасаймыз? Оны біз сіздермен бірге былай көрсетсек болады. Класс деп береміз. Класс және де форм деп жаза салайық. Мына жерге де дәл солай класс форм деп жазсақ болады. Енді осы форманы мәнін көрсетеміз. Форма margin bottom. Яғни бұл жерде marginнің бірнеше қасиеттері бар. Margin top ол жоғарғы жақта, яғни жоғарғы жақтағы шекара, margin bottom ол төменгі жақтағы шекара. Ал right оң жақ болса, left сол жақтағы шекараны көрсететін болады. Margin bottom 10 пиксель деп алайық, сақтаймыз. Обновить етеміз. Көріп отырғандарыңыздай өзгерді. Одан кейін барып біз padding берейік сіздермен бірге. Padding, жалпы paddingті беретін боламыз. 8 пиксель деп аламыз. Көріп отырғандарыңыздай ішкі текстпен және де оның шекарасы, яғни border. Екеуінің арасындағы шекараны, шегіністі көрсеттік. Енді border дегенге де біз былай жазсақ болады. Border 2 пиксель деп берейік, және де оған түс берсек болады. Solid және де мысалы көк түсті берейік. Blue деп жазамыз. Міне 2 пиксель және де көк түсте. Бірақ та мына жерде көк түс өте қатты көрініп тұр. Сондықтан да біз өзіміз color picker көмегімен түс көрсетсек болады. Color pickerдің көмегімен әртүрлі түстерді көрсетуге болады. Мысалы, бұған арнайы плагиндер бар. Sublime Text Color Picker деп жазатын болсаңыздар, сіздерге бірнеше яғни пакеттерді шығарып беретін болады. Яғни бірнеше плагиндерді көрсетеді. Мысалы, мына жерде Ctrl-Shift-S батырмасын басу арқылы мен өзіме осы форманың түсін көрсете аламын. Ашылған терезеде мен мысалы өзіме ұнаған бір түсті таңдасам болады. Маған автомат түсті шығарып берді. Ctrl-Shift-S батырмасын
баспастан бұрын сіз міндетті түрде осы плагинді орнатуыңыз қажет өзіңіздің Sublime Text-те. Осы плагинді орнату үшін мына жерде Preferences, Browse Packages дегенге басу арқылы мына жерде менде Color Picker тұр. Сіз жаңағы плагинді орнатып, осы жерден өзіңіздің плагинді таңдап көрсетсеңіз болады. Енді келесі кезекте обновить етемін. Міне түс өзгерді. Мысалы, мен қазір басқа түсті таңдайтын болсам, мына жерден түс өзгеретін болады. Тақтайын. Мен көрсеткен түс өзгерді. Енді бұдан бөлек баттонға класс берейік. Мысалы, action деп жазсақ болады. Және де осы action классын алатын боламыз. Және де бұған біз енді стиль беретін боламыз. Мысалы, мен border деген алып тастаймын. None деген белгіні көрсетемін. Және де түс беремін. Ctrl-Shift-C батырмасын басамыз. Беретін боламыз. Бұдан кейін барып, текст alignment center, яғни орта жағына қарай орналасады текст. Және де padding береміз. Padding 18 пиксельде 22 пиксель. Және де бұдан кейін барып, font size 4 пиксель береміз. Яғни осы батырманың текстін шрифтін өзгертетін боламыз. Енді мына жерде артқы фон background деп өзгертеміз. Мен color деп жібердім. Яғни артқы фон жасыл болады, ал керісінше color, яғни өзі текстінің түсі ақ болсын. Сол кезде біздің батырма өзгереді. Мына жерден де қатты жасыл болып кетті. Бұны кішкене осындай түске өзгертейік. Сол кезде батырма өзгеретін болады. Біз бұл жерде сіздермен бірге бордерді алып тастадық, яғни шекарасын алып тастадық, none дегенді көрсету арқылы. Және де түсін бердік, артқы фон жасыл түс, ал текстің өзінің түсі ақ түс, яғни color ол текстің түсі, а background ол артқы фон. Және де текст alignment center, яғни мына жерде текст сол жағында емес, орта жақта орналасатын болады. Және де бұдан кейін paddingті көрсеттік. Және де текстің көлемі 14 пиксель. Яғни мына жерде тұрған текст, ішкі тексті бұл өлшемі 14 пиксельді құрайды. Енді бұдан кейін барып, біз батырманы басатын болсақ, бұл қарапайым бір қағаз сияқты болып қалды, яғни ешқандай да эффект жоқ. Осы батырмаға эффект қою үшін бізге көмекке келетін ол қосымша осындай events деп аталады. Яғни біз қандай да бір осы батырма арқылы қандай да бір оқиғаны іске асыратын кезде осы операциялар жүзеге асырылатын болады. Hover деп атаймыз, яғни бұл батырманы басқан кезде іске асады, және де артқы фонды ауыстырайық. Артқы фонды Ctrl-Shift-C, және де артқы фонда біз қатты жасыл түске ауыстырайық. Және де border берсек болады. Border 1 пиксель, solid. Обновить етеміз. Міне, біз осы тышқанды әкелетін болсақ, батырманың түсінен бұл батырма өзгеретін болады. Мысалы, қара түс емес, басқа бір кезге жасыл түсті алайық. Және де бұның кішкене түсін өзгертеміз. Қаттылау қылып, енді әкелетін кезде, бұл кезде міне түсі өзгереді. Көріп отырғандарыңыздай, бұл белгілі бір анимацияны беретін болады. Бұдан бөлек, біз батырмаға border radius деу арқылы 5 пиксельде көрсетейік. Осы арқылы батырманың ұшын үшкір емес, дөңгелек секілді өзгертуге болады. Батырманың ұзындығын кішкене ұлғайтайық, 30 пиксельде. Енді 18 емес, мысалы 14 және 32 пиксель. Батырма өзгерді. Енді келесі кезекте біз осы форманы алайық.
мына жерде тұрған форманы көшіріп аламыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде тек қана HTML код тұр. Бүкіл CSS-тің барлығы да осы файлда жазылған. Бұл оқуға өте ыңғайлы және жеңіл болып табылады. Енді келесі кезекте біз осы формамен мына жерде тұрған барлық осы контентті бір section деп аталатын тегтің ішіне салайық. Және де келесі кезекте мына жерде тұрған жоғары жақ бөлікте тұрған текстті біз div блогының ішіне салайық. Div блогының ішіне саламыз. Енді мына жерде бұның барлығында отыруға кішкене уақыт кетеді. Кішкене түзете салайын. Оқуға жеңіл болу үшін div блогын қойдым. Енді форманың да орналасуын түзетеміз. Өйткені түзеткен кезде сіз өзіңіз шатаспайтын боласыз. Енді келесі кезекте біз осы форманы және де мына жерде тұрған осы екі блок бар бізде. Яғни мысалы сіздерге сызып көрсетейін. Мына жерде div тұр. Бұған класс беремін. First блок болсын. А форма ол бізде second блок болсын. Енді осыған біз border берейік. First блок. Border бір пиксель, solid red болсын. Және де padding көрсетейік. Padding 10 пиксель болсын. Дәл осылай екінші блокқа да қайталап шығамыз. Second блок. Және де бұның түсі міне екі блок тұр бізде. Енді осы екі блокты бір қатарға орналастырайық. Ол үшін біз мына жерде section дегенді көріп тұрсыздар. Осыған класс береміз. Бұған parent блок деп жазсақ болады. Енді parent блокқа біз стиль көрсететін боламыз. Parent блок және де display flex деген бар. Сол кезде бізде бір қатардан орналасатын болады. Яғни display атрибуты бұл жерде негізінде блок дегенде тұрады. Дефолтты түрде. Блок дегеніміз ол барлық экранды алады. 100% экранды алатын болады. Ал flex болатын болса, flex ол ішіндегі барлық блоктар, яғни бірінші және екінші блоктар бір қатарда орналасады деген мағынаны білдіреді. Енді осы жерде біз мына жерде осы форманы көріп отырмыз. Яғни first бұл бізде форма екінші блок. Енді осы екінші блокты біз float left керісінше float right деп жазатын болсақ, біз алдымен width дегенді көрсетуіміз қажет. Width 100% деп аламыз. Міне сол кезде 100% алды, яғни қалған бөлік 100% алды. Енді келесі кезекте float right операциясын біз мына жерде форманың ішінде тағы бір div ашамыз. Және де осы divтің ішіне қойып шығатын боламыз. Кішкене түзетейік элементтердің орналасуын. Және де second блок. Оның ішінде div. Немесе былай көрсетсек те болады. Second блок және ішінде тұрған ең бірінші тұрған осы div элементтің, яғни тегін алдық деген мағынаны білдіреді. Және де бұған float right операциясын көрсетеміз. Яғни стилін көрсетеміз. Сол кезде осы біздің форма оң жаққа ауысатын болады. Яғни бұл жерде біз 100% экранды көрсеттік. Аталық блокта ол second блок. Ішінде тұрған оның ішінде тұрған div элементіне біз оң жаққа ауыс деген стильді көрсеттік. Бұдан бөлек біз мына жерде тексттермен жұмыс жасаған кезде, яғни мына жерде көріп отырсыздар, текст сол жақта тұр. Біз бұның стилін ауыстырып көрсетсек болады. Мысалы, мына жерде жоғары жақта title тұр. Тайтылға біз текст icon стилін көрсету арқылы біз center деп жазатын болсақ, бұл біздің текст орта жаққа ауысатын болады. Өздеріңіз көргендеріңіздей, текст орта жаққа ауысты. Және де бұдан бөлек астында тұрған p тегіне біз мысалы текст icon және де just деп жазатын болсақ,
ол кезде біздің текст түгелдей, яғни реттелетін болады. Бірақ та араларында пробел қалып қояды, бос орындар. Және де бұдан бөлек біз бұл жерде сіздермен бірге мысалы былай жасақ болады. Мына жерде first блок тұр. First блокқа біз display flex деп аламыз, яғни барлығын бір қатарға орналастырамыз. Енді осы жерде бізге әр қайсысы орта жақтан басталу қажет болса, онда біз сіздермен бірге aligned items center деген стильді қолдану арқылы осы тұрған барлық элементтерді вертикалды түрде орта жаққа орналастыратын боламыз.